Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен детский аяқ киім тоқимыз. Осы мынандай табан алдым. Размері 15. Мына шығарып қоямыз. Жібіміз мынандай жіпті таңдадым мен. Жібек жіптеріміздің бірі өте жеңіл. Алдында аяқ киім тоққан жіптің сапасымен бірдей. Жібек жіп жұмсақ, өте жеңіл. Сосын тағы да күршек. 1,75 күршегіміз булавка керек болады. И бастаймыз. Каналыма подписка жасап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сосын біз мына жерде аяқ киімде өзінің сызық болып тұр. Сол жерден бастаймыз, айналдырып, былай тесіктен кіргіземіз. Алып шығамыз. Осылай. Өте қатты қысып тоқымаңыздар. Өйткені қатты қысып тоқысаңыздар, не дейді? Мынау неміз жиналып қалады, бұлай болып. Қисайып жиналып қалады. Сол үшін кішкене не дейді, өзінің формасында сақтап, бос қылып тоқыңыздар. Осылай. Осылай біз айналдырып тоқып шығамыз. Көрініп тұр ғой сіздерге. Дәл осылай. Міне осылай тоқып келдім, айналдырып. Енді соңына дейін тоқимын. Соңына дейін айналдырып тоқысам. Мінекей мен айналдырып тоқып шықтым. Айналдырып. Енді алып мына жерде тоқтадым мен. Сіздер өздеріңіз белгілеп алыңыздар. Мына жері табан болады, мына жері алды тоқимын деп белгілеп аласыздар. Ал мен мына жерін осының бер жағын уже табан қылып тоқимын қазір. Сосын мына жерден бір петлема қалдырамда, ары қарай бас жағын тоқимын. Сөйтіп өздеріңізге белгі қойып алыңыздар мынандай жерлерге. Сосын қазір мынау жіптер бар ғой, тоқылған. Осы жіптерден мынадан 2 петля алам, мынадан 2 петля алам. Сөйтіп әр біреуіне 2 петлядан тоқып шығамын. Ал мынандай қалып кеткен жіптеріні сіздер ішіне кіргізіп тоқыңыздар. Мынандай алам. Мұны өстіп аламда. И екеуін бірге шығарам. Тоже тағы дәл осы жерден кіргіземін. Тағы да 2 петля алдым. Мына 2 болды. Енді келесін тағы да 2 тоқимын. Осылай. Сосын тағы да біреу. Келесі петлядан 2 шығарам тағы да. Келесіден тағы 2 шығарам. Сөйтіп айналдырып келіп, мынау ненің турайсына дейін тоқисыздар. Сіздер міне мен айналдырып тоқып шықтым. Міне екеуі бірдей менде.
Енді простой немен тоқимыз қазір. Міне достар, мен айналдырып тоқып шықтым бір қатар. Енді мына жеріне біз плавкамен қадап қоямын осылай. Осылай қарап қоямын. Мына жібімді мен былайынан өткізіп аламын мына жаққа. И осы жақтан бастаймын. Мына жерде қалған жіпті ортасына кіргізіп тоқып кетіңіздер. Бірақ бүйтіп тартылып қалмасын, былай қысқа болып. Былай теп өзінің несімен тегіс болып тұру керек. Осылай тоқып кетесіздер. Міне осылай тоқисыздар. Мына жерде накид алмайсыздар. Біресе астынан былай тоқисыздар. Біресе мынаның үстінен тоқисыздар. Сол кезде бір асты, бір үстіден тоқып, соңына дейін тоқимыз. Мына жіптеріңізді ортасына кіргізіп тоқып кетіңіздер. Мынандай болып шығып тұр. Қазір үстінен алдым ғой, астындағы петлядан аламыз біреу. Енді үстінде петлядан біреу аламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Астындағы петлядан шығарасыздар. Осылай тоқисыздар. Енді үстіндегі петлядан. Осылай соңғы қатарына келеміз. Міне мен соңғы қатарына келіп қалдым. Соңғы қатарына деппін ғой, соңына келіп қалдым. Осылай бір астынан, бір үстінен тоқып, тоқисыздар. Осы дәл осылай тоқудан сіздер 11 қатар тоқисыздар. 11 қатар тоқимыз. Плавка дегені крючокқа өткіземіз петляны. Плавканы шығарып аламыз. И бұны осылай тоқып аламыз. Өткізіп. Қайттан плавкамызды қыстырып қоямыз. Тоқыған соң. Енді жібімізді жаңағыдай мына бетіне өткіземіз. Дәл осылай өткіземіз. Дәл осылай өткіземіз. Әр жерден бір петляны іліп аламыз. Міне құрметті көрермендер, менде 10 қатар тоқыдым. Осылай енді біз 11 қатар тоқуымыз керек. Осылай. Жіптеріңізді былай қарай алып өтесіздер. Сосын былай тоқисыздар. Жіпті бір іліп алдым. Сосын әр көзден мына жерде үстінен алынған ғой, бұны мен астынан аламын. Осылай. Астан алынғанды үстінен алам. Тоқылғаныңызға қарап, осылай тоқып кетесіз. Тағы да үстінен. Мынаны астынан. Осылай соңғы қатарға дейін тоқып шығамыз. Мына астынан. Мынасы үстінен.
осылай соңына дейін тоқимын. Міне 11-ші қатарға да тоқып алдым. Енді сіздер мына жерге булавканы қайттан кіргізіңіздер. Қатарды 11 қатар тоқисыздар. Жіпті қайттан мына жағына өткіземіз. Өткізгенде біз мына астына дейін бір айналдырып тоқып шығамыз. Шетін полный бір айналдырып тоқып шығамыз. Обычно нелермен тоқимыз. Қазір айналдырып өткіздім. Енді мына жерде жіпті бізде тұр. Ең неде сол жіптен мына жіпті бүйтіп тоқып аламын бір рет. Бүйтіп. Мына жіптеріңіз тартылып қалмау керек. Мына жіп тартылып қалмасын. Жеткілікті қалдырыңыздар орнына. Міне осылай ең соңғы несінен іліп алдым. Енді әр көзден бір петляны алып, бұлай тоқып кетеміз. Мына жіптеріңіз ортасында қалып кету керек. Сондықтан осылай ұстап аласыздар. Үстіп айналдырып тоқып шығамыз. Дәл осылай айналдырып тоқып мына жерге дейін айналдырып тоқимыз. Достар, мен айналдырып тоқып шықтым. Енді мына жерге келген кезде сіздер булавкасына бұлай күршекті іліп аласыздар. Осылай соңына дейін тоқимыз. Тоқып болдым. Енді дәл осы жіптеріңізді мына жерде алып келдіңіздер ғой. Енді осы жіптеріңізді жай мына жерге дейін алып келесіздер. Сосын біз бауын тоқимыз. Мына жерден 5 петля қалғанда уже сіздер тоқып кетесіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерден біз уже тоқып кетеміз. Осылай біріне аламыз. 2 воздушный алып, тағы да накид алып, осылай. Міне осылай бауыны жалғастырып тоқимыз. 2 воздушный петля алып аламыз. Сосын накид алып, әр көзден дәл осылай тоқып кете береміз. Бұл жерде 5 жаңа 5 петляны алып алғанбыз, соны тоқып. Дәл осылай тоқып кете береміз. Келесіде айналдырып, тағы да 2 петляны аламыз осылай. Дәл осылай накидпен осылай қатарының несіні айналдырып, әр қатарын тоқып кете бересіздер. Сол кезде ұзын болып, мына жерге қыстыратын болып шығады. Достар, менде дәл осылай ұзындықта шықты. Мен 14 қатар тоқиын деп жатырмын. Бұлай мына жерден қыстыратын қоямыз сосын. Бұлайдан қыстыратын болады. Қазір менде 13 қатар, 14-ші қатарын қазір тоқимын. Сосын бітіреміз. 2 воздушный алдым, накид алдым. Кәдімгідей бұлай тоқимыз.
осылай тоқимыз. 14 қатар болды. Енді жібімізді былай өткізіп жауып тастаймыз. Өтіп. Мына құрметті көрермендер, бүгін біз қазір мына алдын тоқып болдым. Мына бауыны бұл келеді да, былай мына жерден қылдалатын түйме өткіземіз. Тоқимын. Алдын тоқу үшін бізге мына жерден екі жіпті қалдырып, үшіншісінен күпчікті осылай кіргіземіз. Осылай кіргіземіз. Жіпті алып шықтым. Әр жіптің ортасына міне екі петля болды. Екеуін былай шығарамыз. Әр жіптің ортасына екі петляден алып шығамыз. Екі петляден алып шығамыз. Енді сіздер мынау кішкентай қалып кеткен жіптеріңізді ішіне кіргізіп тоқып кетулеріңіз керек. Мына жіптің ішінен мен қазір осылай екеу тоқимын. Ортасына кіргізіп жіберіңіздер. Осылай соңына дейін. Мен тоқып болып қалдым. Осындай жіптердің ортасына, көріп тұрсыздар, әр жіптің ортасына екі петлядан алып тоқып шықтым. Осылай тоқып шықтым. Мұны мен айналдырып тоқып болдым. Енді сіздер обычно қалай тоқимыз, солай тоқып кетесіздер. Мына әр көздің ортасына жіпті алып шығамыз. Дәл осылай. Дәл осылай айналдырып тоқып, 4 қатар тоқимыз бұдан. Санап отырмасаңыздар жаңылысып кетесіздер. Осылай тоқып шығамыз. Осылай тоқып, біз бұдан 4 қатар тоқимыз, айналдырып. Міне көрермендер, мен 4-ші қатарына келдім. Қазір менде 3 қатар тоқыдым. Әр қатарда сіздер осылай блавкамен қыстырып отырыңыздар. Сосын жіптеріңізді былай өткізесіздер. Бірінші несіне жібін алып шығамыз. Осылай. Сосын сіздер мына жерден екі петля алып алыңыздар. Мына жіп тартылып қалмау керек. Сосын тоқығанда ішіне кіргізіп тоқып жібересіздер. Әр көзден бір петлядан алып осылай тоқисыздар. Мен қазір 4-ші қатарын тоқимын. Сосын алдыны жабамыз. Осылай ұстап аласыздар. Тоқып кете бересіздер, өте оңай. Осылай соңына дейін тоқимыз. Міне құрметті көрермендер, менде 4 қатар тоқып шықтым. Сосын ортасын белгілеп алдым өзіме. Осы ортасынан 3 петля бері қарай санаймыз. Сосын күрчөгімізді 3 петляны былай өздеріңізге қаратып аласыздар. Сосын 1, 2, 3 петляны санап күрчөктарыңызды кіргізесіздер. Мынау жіптеріңізді былай қарай жалғастырып, осы немен тұра береді.
былай жалғастырып үстіп ұстап аласыздар. 3-ші петлядан сіздер былай жіптеріңізді алып шығасыздар. Сосын петляны тоқисыз, былай кіргізіп. Сосын не аласыздар? Накет алып, келесі неден петлядан осылай жіптеріңізді алып шығасыздар. Үшеуіні бірдей өткіземіз. Тағы да накет аламыз. Келесі неден үшеу болды ғой, иә. Енді ол үш петляны осылай тоқисыздар. Міне 3 столбик болды. Бізде мына ортасына келдік. Бұны алып тастаймыз. Ортасына келдік. Тағы да накет алып, дәл осылай тоқимыз. Міне. Ой. Үшеуіні бірдей шығарамыз. Тағы накет аламыз. Енді мына ортасы ғой, иә. Енді мына жағынан тағы 3 петляны біздер осылай тоқып аламыз. Тағы 3 петля. Міне. Біреу. Мынау екіншісі. Мынау үшіншісі. Осылай тоқылды. Сонда бізде 4 столбик шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик шықты. Енді бұл жалғастырып тоққан кезде бір-бірден екі-екеуден көбейіп кете береді. Бұл жерге булавкаларыңызды қайттан қадап қоясыздар. Біреуіні былай істейсіздер соңында. Біреуіні былай тоқып аласыздар. Міне, накет алмай бір нені жай ғана тоқып аласыздар. Енді булавканы қайттан қыстырамыз, осылай шығып кетпеу үшін. Мына жіпті қайттан мына шетке ауыстырып өткіземіз. Біз мына жерден тоқымаймыз, енді біреу тастап, екіншісінен тоқимыз. Бір петляны тастап, екіншісінен тоқимыз. Осылай жіптеріңізді алып шығасыздар. Біз екінші қатарға келдік. Енді жібімізді осылай алып шықтық. Мына жіптеріңіз тартылып қалмау керек. Сосын ішіне кіргізіп тоқып шығасыздар. Жіптеріңізді осылай алдыңыздар. Бір петля қалдырып, екіншісінен петля аламыз осылай. Екіншісінен осылай петля аламыз біреу. Сосын накет аламыз. Мына екі тоққан жібіміз бар ғой, жаңа петлямыз бар ғой, соның ортасынан кіргізіп осылай аламыз. Тағы да үшеу болды. Үшеуін бірдестен осылай шығарамыз. Накет аламыз. Мына петляның ортасына кіргізіп петляны шығарамыз. Мына үшеуін алып шығарамыз. Келесіде тоже осылай соңына дейін тоқып, мына жер үшеу болды. Соңына дейін тоқып, осылай тоқимыз. Тағы тоқимыз. Енді мына жерге келгенде біз мына булавканың астындағы көзге кіргізіп шығарамыз. Шығарғанда мына жерде 3 петля болды. Енді булавканың ішіндегісін де кіргізіп аламыз. Сонымен бізде 4 петля болды, қараңыздар. 4-теуін бірде шығарамыз осылай. Міне, 4-теуін бірге шығардық. Енді бір көзді тастап, екінші көзден бір көзді тастаймыз. Екінші көзден петля аламыз. Жай ғана бүйтіп тоқи саламыз. Міне,
Енді қайттан блавкымызды кіргізіп қоямыз осылай. Болды. Түсінікті ғой, сосын келесі қатарда жіптеріңізді тағы былай қарай алып өтесіздер. Бір петляны қалдырып, екінші петлядан міне сіздер петля алып алдыңыздар. Бір петля аламыз, накид аламыз, жаңағы тоқығандың ортасына кіргізіп, осылай тағы үшеуіні бірге тоқып аламыз. Накид аламыз, тағы ортасына кіргізіп, осылай үшеуіні бірге шығарамыз. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Міне соңына келген кезде тағы да сіздер жаңағыда жаңылысып кетпеу үшін тағы бір көрсетіп кетейін. Бір петляны соңысына келдік, накид аласыздар. Мына блавканың астындағы көзден кіргізіп, бір петля шығарасыздар. Олмен 3 петля болды ма? Енді блавканы ішіндегісіні былай кіргіземіз. Сонымен бізде блавкаңызды аласыз. Сонымен бізде 4 петля болды. 4 петляны төртеуін бірге осылай шығарып аламыз. Шығарып аласыздар. Мына жерден бір петляны қалдырып, екінші петлядан міне жіптеріңізді осылай алып шығасыздар. Бір үстіп тоқып аласыздар. Енді қайттан блавкаңызды кіргізіп аламыз. Қайттан блавкаңызды қадап қоясыз. Міне тұмсық жағы, бас жағы ғой енді. Осылай кішкентай болып шығып келе жатыр. Енді дәл осылай жібіңізді тағы бер қарай өткізесіздер. Тағы бір көзді тастап, екінші көзден дәл осылай тоқып, мына соңына дейін келіп тоқып аламыз, соңына дейін. Құрметті көрермендер, менде осылай бас жағы шығып келе жатыр, алды. Енді соңына келгенде дәл осы қазымен жетіп алайын. Соңына келгенде сіздерге көрсетемін. Осылай тоқисыздар. Накид аласыздар. И петляның астындағы кіргізіп алдыңыздар. Енді блавканың үстіндегісін кіргізесіз. Алып тастадық. 4 петля болды. Соның төртеуін бірдей осылай кіргізіп аламыз. Сосын мына петляны, тағы бір блавкадегі петляны тағы шешіп аламыз. Күртшыққа іліп, и бұны осылай тоқимыз. Бұны тоқыдық. Тоқығаннан кейін қайттан блавка қыстырып қоямыз. Осылай тұрады. Қыстырып қойдық. Жіптеріңізді былай қарай алып өтесіздер. Алып өтесіздер. Сосын мына ең астындағы жіптің несінен кіргізіп, бір петля үстіп шығарып аласыздар. Бір петляны шығарып, тоқып алыңыздар. Шығарып алыңыздар и тоқып алыңыздар. Сосын әр көзден
әр көзден бір-біреуден кіргізіп жүптеріңізді осылай тоқып кете бересіздер, айналдырып. Накид ештеңе алмайсыздар, простой тоқисыздар осылай. Әр көзден бір-біреуден. Осылай. Міне осылай, бәр жері бірдей, көріп тұрғандарыңыздай. Енді соңына дейін осылай тоқимыз мына жерге дейін. Қазір мына жерде біз булавканы алып тастаймыз. Мына булавканы кіргізіп аламыз. Бірге қосып тоқып кетеміз. Соңына дейін біз осылай тоқып дәл осылай тоқып шығамыз. Міне менде осылай алды, осылай болып шықты, тоқыдым. Енді ортасынан 5 петляны біз дәл мына бауды тоқыдық қой, сол сияқты тоқып шығамыз. Қаратып алып тоқисыздар, өйткені оң болу үшін. Петляны аламыз кіргізіп, сосын тоқимыз біреу. 2 петля воздушный алып алыңыздар. Мына қалып кеткен жібін ортасына кіргізіп тоқып кетіңіздер. Келесі петлядан накид аламыз. Накидті осылай кіргізіп, дәл осылай тоқып аламыз. Міне. 1, 2, 3, 4 болды. Енді 5-шісін тоқимыз қазір. Бес тоқыдым. 2 воздушный алып аласыздар. Айналдырып, накид аласыздар. Бұлай тағы да екеуін бір рет шығарып аласыздар, екеуін бір рет шығарып аласыздар. Еще накид аламыз. Келесі петлядан осылай, дәл осылай тоқып, осылай тоқылады. Тағы да 2 воздушный петля алып аласыздар. Айналдырасыздар аяқ киімдеріңізді. Накид алып, келесіден тоқисыздар. Дәл осылай біз ортасынан тоқып, кете береміз. Құрметті көрермендер, мен уже тоқып болдым, дайын менде. 9 қатар тоқыдым осылай. Енді бізге бұлай ішіне сыртына қайтарып, осылай тігіп қоямыз, ұшыны ғана. Өйткені біз мына жібімізді кіретіндей болу керек. Осылай фасон шығады. Мына жерін тігіп шығамын қазір. Булавкідегі жіпті
Mынаны шығарып аламыз. Осылай. Ішіне қайтарсаңыздар, баланы аяғына батып кетуі мүмкін. Сондықтан сыртына қайтарып тігеміз. Осы жіптің өзімен, қалғанымен дәл осылай. Біресе ішінен, біресе сыртынан қайтарып осылай тіге бересіздер. Осылай тіге бересіздер. Міне осылай дайын болды біздің сәндәлігіміз. Мынандай брошка не алдым. Оны мына жерге просто кіргізіп қадап қоямын алдына. Мынандай түйме алдым. Ол түймені мен мына шетіне қосып тігемін. Мынау түймесі қадалады осылай. Дәл осылай дайын болады. Түймесі былай тұрады, қадалып.